Жіңішке тамырларды бірге іздейік. Жалпы жіңішке тамырларға укол салу өте қиын. Бірінші оны тауып іздеп алу керек. Тамырларды қарасаңыздар, бізде оны белгілі бір анатомиялық орналасу бағыты бар. Бізде шынтақтық веналар, латералды және медиалды орналасқан тамырлар болады. Олардың орналасуы әркімде әртүрлі болғанымен, жалпы сол тамырлар болады. Сондықтан да әрбір тамырдың орналасу бағытын білетін болсаңыз, сізге тамырды іздеген кезде оңай болады. Бұлай іздеп кетпейсіз, именно сол жерлерді басып іздейтін болады. Бұлды байлаған кезде астына міндетті түрде орамал қоясыздар, және де жүгітті қатты тартып байлау керек болады. Міндетті түрде астына жастықша қоясыздар, пациенттен қолын ашып жұмуын сұрайсыздар. Егер бұл жағдайдан да шықпай жатса, ол жерді кішкене ұруға тура келеді. Осылай ұрып қарайсыздар, сол кезде тамыр жалпы көрінеді. Біз укол салған кезде перчатканы қолданамыз. Перчаткамен сізде тамыр іздеген кезде ол байқалмайды, сондықтан да перчаткаларыңызды шешіп, тамырды іздеп тауып алуыңыз керек. Егер де бұл жағдайдан да табылмай жататын болса, жүгітіңізді шешіп, қол басы тамырларын іздеп бастайсыздар. Қол басынан жақсылап іздейсіздер, мына шетін барлығын қарайсыздар. Міндетті түрде тамыр шығады. Жалпы укол салған кезде жіңішке тамырларға екілік немесе әртүрлі бабочкалерді қолданған өте тиімді болады. Сіз пациент келген кезде білесіз, оның жіңішке тамыр немесе көрініп тұрған тамыр екендігін. Жіңішке тамыр екендігін біле сала шприцтің басын ауыстырып алыңыздар. Егер де пациентіңіз бұл жерге салдырмай жататын болса, пациентке барысын дұрыстап түсіндіру керек болады.